Аяғы қақсап көрмеген адам сірә жоқ шығар. Кішкентай баладан бастап қария кісілердің аяқтары қақсап жатады. Бірақ кішкентай балалар да көп жүгіріп ойнап қойса, аяқтары талып ауырсынуы мүмкін. Аяқ қақсауының себептері әр түрлі болуы мүмкін. Негізгі себептерінің қатарына мыналар жатады. Аяқ қимыл аппаратында қан айналымының бұзылуы, варикозды кеңею, тамырлардың бітелуі, атеросклероз, қан қысымының жоғары немесе төмен болуы. Буын аурулары, артрит, артроз, ревматизм сияқты аурулар буындардың қабынуына келіп, ауырсыну тудырады. Дер кезінде ем қабылдамаса, ауру асқынып кетіп жатады. Неврологиялық мәселелер радикулит, нейропатия немесе остеохондроз жүйке ұштарына әсер етіп, аяқтың қақсауына себеп болуы мүмкін. Бұлшықет пен сүйек проблемалары ерте уақытта сүйекке алынған жарақаттар, сүйек тінінің жұқаруы, остеопороз немесе шамадан тыс физикалық жүктеме сүйектің сырқырауына әкеледі. Қант диабеті жүйке мен қан тамырларына әсер етіп, аяқтағы қан айналымын нашарлатып, ауырсынуға әкелуі мүмкін. Аяқтағы қабыну процестері, флебит, тромбофлебит немесе инфекциялық аурулар, жалпы ағзадағы қабыну процестері. Дәрумен жетіспеушілігі, кальций, магний, дәрумені немесе В тобының дәрумендері жетіспесе, бұлшықеттердің тартылуы мен аяқтың қақсауы байқалады. Суық тию және тұмау денедегі қабыну процестері аяққа да әсер етуі мүмкін. Осындай жағдайда не істеу керек? Дұрыс тамақтану, дәрумендер мен минералдарға бай тағамдар тұтыну. Денеге ауыр салмақ түсірмеу, қалыпты физикалық белсенділікті сақтау. Дәрігерге қаралу, егер ауырсыну ұзақ уақыт басылмаса, немесе күшейсе. Қан айналымын жақсартатын массаж және жылы ванналар жасау. Егер себеп буын немесе неврологиялық аурулар болса, арнайы ем алу қажет. Егер аяқ қақсауы жиі қайталанса, немесе қатты ауырсыну болса, міндетті түрде дәрігерге көрінген жөн. Ақпаратты пайдалы деп тапсаңыз, лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Денсаулыққа пайдалы ақпараттар осы каналда. Ауырмаңыздар, сау саламатта болыңыздар.